Жалпы бұл президенттің қыркүйектегі екінші үлкен іс-сапары. Бұған дейін ол Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 78-ші сессиясы аясында бірқатар елдер мен ірі компаниялардың басшыларымен кездесулер өткізді. Сонымен қоса, сонда ол Орталық Азия елдерінің басқа көшбасшыларымен бірге ақш президенті Джо Байденмен кездесті. Дәл сол C5+1 формуласы бойынша кездесу Берлинде де ұйымдастырылды. Қазіргі геосаяси жағдайда мұндай келіссөздер тек шай ішу ғана емес. Іс-шараның күрделілігі Орталық Азия президенттеріне жасырын түрде Берлин мен Вашингтон месседжін ұсынады. Біз сіздермен сауда жасауымыз келеді, бірақ кері байланыс болу керек. Бұл жобаны тиімді орындайтындар табысының үлкен бөлігін өзіне алады. Кездесу Орталық Азия мемлекеттерінің 5 президентімен болса да, біздің көшбасшымызға көп көңіл бөлінгеніне назар аударған жөн. Қазақстанның үлесіне Германияның Орталық Азия өңірімен барлық саудасының 80%-нан астамы келеді.